Баршаңызға сәлем достар, Ассалем арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видео рецептімізді осындай ерекше маринадымен тауық етін пісіреміз. Ең алдымен біз соусын дайындап аламыз. Ол үшін қара бұрыш қажет болады. Қызыл бұрыш, мына ұнтақталмаған жаңағы ірі қызыл бұрышты алдық. Томат пастасы керек, тұз қостық. Сұйық май қосамыз. Және сарымсақты қосып, жақсылап араластырамыз. Соустың дәмі ерекше, сондай дәмді болады. Қыздар, жасап көруге кеңес беремін. Обязательно жасап көріңіздер. Және розмарин деген осындай дәмдеуіш қосамыз. Бұл дәмдеуіш кез келген жаңағы продуктовый магазиндардан сұрасаңыздар болады. Соусымызды былай алып қоямыз. 1 килограммдай картоп қажет болады. Жақсылап жуып, аршып дайындап алдым. Енді осындай жұқа етіп турап шығамыз. Және пияз, сарымсақ қажет. Пиязымызды турап аламыз. Тауық еті сондай дәмді піседі, және картопы да өте ерекше дәмі сондай дәмді болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сарымсағымызды да турап аламыз. Және қызыл бұрыш керек болады, яғни свежий, менде болгарский замороженный бұрыш мұнда. Және акарачкамызды осындай бөліктерге бөліп алдым. Дайындап алған соусымызбен барлық жағына осылай кисточканың көмегімен жағып шықтым. Барлық жеріне тигізіп, осылай жағып аламыз. Жағып болдық. Енді соусымыз артылады осылай. Осы артылған күйінде осының үстіне турап алған картопымызды салып, жақсылап араластырамыз. Картоптың да барлық жеріне тию керек соус. Жақсылап араластырып алды. Енді біз противенімізға сұйық майды жағып аламыз. Және ең астына 5 лавр жапырағын осылай тізіп шығамыз. 5 бұрыш жасап, үстіне туралған пиязымызды қойып шығамыз. Сондай дәмі керемет болады, ерекше осылай жасап көріңіздер. Және сарымсағымызды себеміз пияздан кейін. Картоптарымызды әдемілеп, осылай бір келкі етіп тізіп шығамыз. Менің барлық картопым осы бір противенмен болды, бір қабат. Картопты тізіп алғаннан кейін бетіне бұрышымызды қойып шығамыз. Менікі қатырып алған бұрыш, яғни қысқа дайындап қойған. Сіздер свежийін осылай соломка турап қойсаңыздар болады. Және осы бұрышымызды жаңа картоптан қалған соуспен тағы да бұрыштың бетіне жағып шықсаңыздар болады. Енді дайындап алған акарачкамызды осылай қойып шығамыз. Сондай түрі де тәбет ашарлық, әдемі, дәмі ерекше болады, қыздар. Жасап көріңіздер. Және бізге пергамент қағазы керек болады. Осы видеодағыдай суға салып, пергамент қағазын сығып алдым. Яғни жұмсарады. Осылай жауып бетін 180 градус қызған пешке 35 минут осы бумагамен бірге пісіреміз. Одан кейін 35 минуттан кейін бетін ашып, бумаганы алып тастап, 20 минут тағы духовкада ұстаймыз. Аяғында осындай өте дәмді картоппен тауық етін пісіріп алдық. Рецепті ұнаса жасап көріңіздер, дәмі ерекше дәмді болды. Отбасыңызға осындай ерекше етіп пісіріп берсеңіздер болады, қыздар. Рецептім ұнап жатса, пікір қалдырып және лайк басып кетіңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Сіздермен болған Ақжарқын, сау болыңыздар.